Ең дәмді, тәтті шығатын беляшидің рецептімен бөлісемін. Маған тіркеліп, видео лайк басып, өзіңізге сақтап алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге жылысу керек. Жылысудың үстіне аштықы, қант және тұз қосып, барлығын жақсылап отырып араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін біраз қойып қоямыз. Сол кезде дәл осылай етіп көпіреді. Енді үстіне 2 қасық сұйық май қосып, тағы да араластыратын боламыз. Енді ұнымызды қосып, илейтін боламыз. Басында дәл осылай етіп қасықпен илеп алыңыздар. Сосын қоюлана бастаған кезде қолыңызбен иін қандырып отырып, жақсылап отырып илейсіздер. Міне дәл осылай қолыммен жақсылап отырып иледім. Енді осы илеп алған қамырымды қойып қоямын. 1-1,5 сағаттар көтерілетін болады. Оңға дейін салмасын дайындаймыз. Фаршымызды алып, үстіне сарымсақ қосамыз, бұрыш қосамыз, тұз қосып, осылайынан араластырамыз. Жақсылап отырып араластырып алдым. Енді жәнегі қамырымызды 1,5 сағаттан кейін алып, дәл осылай қолымыздың көмегімен өте мыжғыламай осындай шариктар дайындайтын боламыз. Осылайынан шариктерді бірнешеуін дайындап аламыз. Дайындап болғаннан кейін бетін жауып, 5 минутқа қойып қоюға болады. Сонда бұл көтеріліп, томпайып, жаюға дайын болып тұрады. Сосын дәл осылай етіп оқтаудың көмегімен жаямыз. Енді ішіне салмасын салатын боламыз. Фаршымызды салып, дәл осы мен жасағандай видеодағыдай етіп, біріктіріп, домалақ қылдырып, әдемі беляши шығарамыз. Міне көріп тұрсыздар, шағын, ішінде еті мол беляши дайын болды. Барлығын дәл осылай етіп жасап аласыздар. Осы кезде майымызды орташа отта қыздырып қоямыз. Барлығын осылайынан дайындап бітіріп аласыздар. Өз қалауларыңызбен қандай формада істесеңіздер де, мен осылай сопақша, домалақша қылдырып жасадым. Енді жәнегі майымызға осы беляшиді пісіретін боламыз. 2 жағы әдемі болып, осылайынан қызара бастаған кезде майымыздан алып, салфеткаға майын сіңіріп, дастарханға ұсынуымызға болады. Міне дәл осындай өте дәмді шығатын беляши шығады. Дәмін білу үшін сіз өзіңіз жасап көру керексіз. Менің рецептім бойынша. Сәттілік сізге.